Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, тойымды, қазіргі таңда хит болып жатырған маклюбе тағамның дайындалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен барлық қажетті заттар дайындап аламыз. Етті осылай мен соломка ретінде турадым, ал қалған көкөністерді дөңгелек ретінде тек қана тәтті бұрышты 4 бұрыш етіп турап алдым. Қаласаңыздар баклажан қоссаңыздар да болады. Бірінші табамызға аздаған май құйып, үстіне жаңағы біздің турап дайындап қойған етімізді салып, суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Қуыру барысында еттің осындай өзіндік сөлі бөлінеді. Сол кезде дәміне қарай тұзын және бұрышын салып, әбден су тартылған соң үстіне аздаған ғана қайнаған су қойып, бетін жауып жарты сағаттан артық етімізді пісіреміз. Етіміз піскенше екінші табамызға сұйық май құйып, көкөністерімізді қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей мен бірінші сәбізді, содан соң картопты екі жағы сәл қызарғанша қуырып алдым. Және де осы қуырылып тұрған майдың үстінен мен күрішке сұйық май құйып алып, күрішті сол майда қуырдым. Сонда күріштің дәмі дәмдірек бола түседі. Картопты да бөлек ыдысқа майын сорғытып салып аламыз. Күрішті майға қуыруымыздың себебі сол кезде біздің күрішіміз шашыраңқы әдем болып піседі. Дәміне қарай тұзын және де сары түспіру үшін куркума қосып, күріштен сәл асып тұратындай су құйып пісіріп аламыз. Мінекей піскен кезде біздің күріштеріміз бір-біріне жабыспай шашыраңқы болып әдем болып піседі. Ет пен күріш піскен соң барлық затымызды бөлек ыдысқа аздаған сұйық май құйып, ең астына осылай дөңгелектеп туралған пиязымызды және үстіне қуырып алған сәбіздерімізді жақсылап орналастырамыз. Сәбізден кейін біздің піскен етімізді толықтай салып шығамыз. Ет тезірек пісу үшін мен көлемін осындай үлкен, бірақ жіңішке етіп кестім. Сіздер қалауыңызша үлкен қылдырып кессеңіздер де болады. Етті салып болған соң үстіне картоптарымызды орналастырып шығамыз және үстіне болгар бұрышында салып шықтым. Бұл жерде баклажан қоссаңыздар да болады және дәміне қарай тұз себуді ұмытпаңыздар. Ең соңынан біздің піскен күрішімізді толықтай салып, үстін міндетті түрде нығыздап басып шығамыз. Мен осындай шағын кастрөлде істедім. Отбасы санына байланысты өздеріңіз көбейтсеңіздер болады және үстіне аздаған піскен еттің суынан құйдым. Содан соң газда 15 минуттай бір бұқтырып алдым. Піскен соң табақшамызға аударып, осылай қасықтың көмегімен формасы келу үшін ұрып шығамыз. Менің маклюбем сәл формасын қатты ұстай алған жоқ, себебі суды көбірек құйып жүрген секілдімін. Шет-шетіне осылай туралған қияр мен қызанағыңызды салып, және де айраныңызды құйып шықсаңыздар болады. Осымен біздің маклюбе атты ерекше тағамымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.